Домалақ жұмсақ жеміс бұл, күзге қарай піседі. Атауында алдымен Ö деген әріп келеді. Әр үйде ол болады. Тігеміз бұл құралмен. И әрпі келер басында, тауып көрші анаңмен. Су болғанда шашымыз, көмекке ол келеді. Фыдан келер құралмен шашымыз тез кебеді. Қыздар оны киеді, әдемі боп жүреді. Бұл киімнің атауы К әрпінен келеді. Тәп-тәтті өзі, қытырлақ, дүкенде де сатылады. В деген оның бас әрпі, қане тап, бұл қай тәтті. Көкөністің бір түрі, өсіреді бойыңды. С ғой оның бас әрпі. Бұл не, айтшы ойыңды?